Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Біздерді тозақ отынан құтқаратын үш амал туралы айтып кетейік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям біздерді тозақ отынан құтқаратын үш амал туралы үйретіп кеткен. Осы үш амалды тастамай істеп жүрген адам Аллахтың мейірімімен тозақ отынан құтқарылатын болады. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллахтың разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса, пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі роликтеріміздің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын бауырлар. Роликтерімізді соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Бірінші амал. Бұл амал туралы Умму Хабибадан, Алла оған разы болсын, келген хадисте баяндалады. Бұл хадис Сунан ат-Тирмизиде келтірілген. Хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: кімде-кім бесін намазына дейін 4 рәкағат намазын және де бесін намазынан кейін 4 рәкағат намазын үнемі оқып жүрсе, онда Аллах тағала оған тозақ отын харам етіп қояды. Тозақ оты оның терісіне тимейді. Демек, бесінге дейін 4 рәкағат және де бесіннен кейін асыр намазы кіргенше 4 рәкағат намазын оқып жүрген адамды ұлы нығмет күтіп тұр. Бұл өте оңай амал, құрметті бауырлар. Екінші амал. Бұл амалда Аллахтың қалауымен біздерді тозақ отынан құтқарады. Бұл Абу Хурайрадан келген хадис. Абу Хурайра айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: жұмсақ, биязы және көркем ақлақты, яғни мінезді адам тозақ отынан құтқарылады. Бұл көркем мінезді адам кішілермен де, үлкендермен де, әйелімен де, балаларымен де, қол астындағылармен де, басшылармен де және де әріптестермен де жақсы қарым-қатынаста болған адам. Бұл адам тозақ отынан құтқарылады. Үшінші амал. Бұл амал ол Аллах тағаланы жалғыз қалғанда еске алу. Егер бір адам жалғыз отырғанда, қасында ешкім жоқ кезде Алланы еске алып жүрсе және де өз күнәлары үшін Алладан көзінен жас тамып кешірім сұрап жүретін болса, ол адам тозақтан құтқарылады. Бұл Алладан расында қорқатын адам. Бұл жай ғана қорқыныш емес, бірақ біліммен қамтылған қорқыныш. Бұл адам Алланың жазасы қандай болатыны туралы білетін адам. Оның қорқынышы біліммен негізделген. Бұл адам Аллахты біледі, Аллахтың тыйымдарын біледі және де сол тыйымдардың дәлелдерін біледі. Имам Бухариде келтірілген хадисте Алланың көлеңкесінен басқа паналайтын көлеңке қалмаған күні Аллах 7 адамды өз көлеңкесіне алатыны туралы айтылған. Сол 7 адамның біреуі ретінде осы жалғыз қалғанда көз жасымен Алланы еске алушы адамды айтып кеткен болатын. Бұл үш амал біздерден табылса, Аллахтың қалауымен біздер тозақтан құтқарыламыз. Демек, біз жәннати боламыз деген сөз. Лайым Жаратушымыз біздерді осы үш амалды орындаушылардың қатарынан табылуымызды нәсіп етсін. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.